Тырнаққа қарап, қалай анализсіз диагноз қоюға болады, немесе қандай диагноз бар екенін білуге болады. Жақынырақ жайғасыңыздар. Мен Айкерім Биболатқызы, интегративтік дәрігер және Бедотокс клиникасының негізін қалаушы. Кез келген адам дәл осы видеоны көріп отырып, тырнағына бір қарап алса, нұр үстіне нұр болар еді. Негізі адамның тырнағына қарап қандай элемент жетіспей жатқанын байқауға болады. Немесе деніңіз сау екенін де білуге болады. Яғни әсіресе балаларда, әйел кісілерде көп ақпаратты береді. Анализ бермейтін ақпаратты береді. Яғни бұл общий осмотр болып саналады. Бірінші, тырнақтың формасы ол басталған жерінен томпайып келеді, бірденен ойыс болып түсіп кетеді. Және ақ дақтары болады и сынғыш келеді. Бұндай тырнақтар анемияға тән. Яғни темір жетіспеушілік, белок жетіспеушілік, медь, марганец жетіспеушілік анемияға тән. Былайша айтқанда, біздің перифериямызға, мына саусақ деңгейімізге қан элементтері жетіспей жатыр. Яғни ауа жетіспей жатыр. Сол ауа жетіспегендіктен тырнағымыз майысып, шұңқырланып, қоректік заттар жетпегендіктен сынып та кетеді. Бұл сіздегі анемияның бар екенін біледі. Әсіресе мектеп оқушылары, мынау балабақшадағы барып жүрген балалардың тырнағын қарасаңыз, тырнақтарында ақ дақтар тұрады, бұлттар ұқсап. Сол ақ дақ бар ма? Онда железоға, ферритинге, B9, B12 витаминдерін тексерсеңіз болады. Бұл дәлел болып саналады. Екінші, тырнақ сарғыштанып кетеді. Бірақ ол кезде тырнақ қана емес, тері, көздің ағы, кәдімгідей қатты сап-сары болмаса да бір сарғыштанып тұрады. Бұл бауырдың өт жолдарында тас түзілгенді, немесе бауырдың ісіп кеткенін, билирубиннің көтеріліп, тассыз жай өтпен толып бітеліп қалған жағдайларында болады. Келесі тырнақ ол көгеріп кеткен тырнақ. Яғни көк түсті немесе фиолетовый түстес болады. Әрине бұл жүрек клапандар жетіспеушілігі бар балаларда, ұзағымен жүрек клапанның жетіспеушілігі, немесе жаңағы инфекциялық жүрек ауруларында. Келесі, тырнақтың басталған жерінен бастап бірденен томпайып кетуі, немесе былайша айтқанда саусағы келеді да тырнағы жалпайып, мынау басы кәдімгідей барабанның палочкасы секілді болып кетеді. Бұл өкпе аурулары бар кісілерде болады. Өкпенің эмфиземасы бар, бронхектаз, хобл, астма, яғни ұзақ жылдар ауа жетіспеушілігімен қиналған өкпе ауруларында кездеседі. Одан кейін тырнағы аздап сынғыш, сонымен қатар мына тырнақтың айналасында терілері қабыршақтанып жүретін адамдар болады. Ол белок жетіспеушілігі, кальций, цинк, яғни ұсақ микроэлементтердің және құрылыс материалы белоктың жетіспеушілік жағдайларында кездеседі. Келесі тырнақ ол ұзын түскен полоскалар. Тігінен ұзыннан түскен полоскалар бұл асқазан бұзылысы кезінде ұзақ жылдар альбуминнің жетіспеушілігі, яғни белок жетіспеушілік жағдайында кездесетін тырнақтың түрі болып саналады. Ал енді тағы бір тырнақтың түрі бар, ол қабаттасып шығып кетеді. Кәдімгідей жанына өсіп кетеді, қабаттасып қалың болып, ол тырнақтар инфекциялық жағдайда, грибковый инфекцияда, яғни адамның ағзасында мынау плесень инфекциясы болады. Жалпы нан бұзылған кезде беті көгеріп шығады ғой плесеньмен. Сол секілді адамның да өзінің плесені бар. Солар шектен тыс өсіп кеткен кезде тырнақ бұзылып бастайды. Қолдың немесе аяқтың. Жалпы осы тектес тағы да тырнақтар болады, яғни бұдырланып кетеді, тегіс емес, бағанағы айтқаннан бөлек. Бұл жағдайлардың барлығында инфекциялық процесс кезінде ішек зақымдағандықтан, көп элементтер ішектен сіңірілмегендіктен, құрылыс материалдарына қажетті заттар жетіспей қалу салдарынан тырнақ сол нәрсені анық айғайлап тұрып көрсететін болады. Тырнаққа мән бермеу ол көп информацияны жіберіп алу болып саналынады. Әрине бұл тырнақ емделем дегенше ұзақ уақыт керек, 6 ай, 1 жыл, 2 жыл. Бірақ тоқтамай сонымен жұмыс жасайтын болсақ, кез келген адам нәтижеге жетеді. Бірақ жүйелі түрде, комплекс түрде бір ғана орган емес, бірнеше органды бір уақытта, бір мезгілде емдейтін болса. Ақпарат пайдалы болса парақшама жазылып алыңыз және уведомление қосып қойыңыз. Жаңа ақпарат шыққан кезде сіз алғашқылардың бірі болып көретін боласыз.